Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі нағыз өріктің пісіп тұрған кезеңінде осындай өріктен жасалынатын өте керемет, дәмді болып шығатын сусынның жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен шамамен 2,5 килограммдай өрік қажет болады. Ішіндегі дәнегін алып тастап, осылай екіге бөліп, басқа ыдысымызға барлығын саламыз. Өріктің барлығын сыртын жуып тазалап алуды ұмытпаңыздар. Одан кейін өріктерімізді осылай блендердің көмегімен өткіземіз. Егер де блендерларыңыз болмаса, ет тартқыштың да көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Осылай, міне видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай, осылай арасында ешқандай іртіктері қалмайтындай етіп, жақсылап өткізіп аламыз. Енді осы езілген өріктерімізді үлкендеу бір табаққа саламыз. Одан кейін осы жаңағы өрікті салған табағымызбен 2 еселеп үстінен су құятын боламыз. Үстінен 2 табақ су құйғаннан кейін жақсылап қасықтың көмегімен араластырып жібереміз. Дәл осы жерде сіздердің сусындарыңыздың арасында іртіктері қалғанын қаламасаңыздар, ситаның көмегімен жақсылап өткізіп жіберсеңіздер болады. Алмаған пикосогы секілді арасында осындай майда-майда іртіктерінің жүргені және сусынның кішкене қоюлау болған ұнайды. Сондықтан да мен дәл осы күйінде газге кастрюлімді қойып, үстінен осы сусынымды құйып, бетін жауып, осы сусынымыз қайнағанша газдың астын жоғарғы етіп қойып қоямыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді немесе түсінбеген сұрақтарыңыз болса, жаза кетулеріңізді сұраймын. Дәл осы кезде банкілерімізді жуып тазалап, осындай ыстық қайнап тұрған суға 3-4 минутқа буға қойып аламыз, және де қақпақтарымызды үстінен осылай ыстық қайнаған су құйып, 4-5 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін міне біздің сусынымыз қайнай берген кезде бетіндегі көпшігінің барлығын алып тастаймыз, және де үстінен шамамен 400 граммдай қант қосамыз. Одан кейін тағы да бір араластырып жібереміз де, бетін жауып, шамамен 15-20 минуттай қайнатып, астын өшіретін боламыз. Достар, менің каналымдағы әрбір шыққан видеоны жіберіп алмасы үшін подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Міне біздің сусынымыз дайын болды. Енді осылай ыстық күйінде банкілерімізге құйып, бетін крышка жабатынмен жақсылап крышкаларымызды қойып жауып шығамыз. Одан кейін міндетті түрде бір күнге осылай ет бетімен төңкеріп қоямыз да, бетін жақсылап орап, ешқандай көлеңкі түспейтіндей етіп қоямыз. Бір күннен кейін барып, алып салқын жерге қойып қойсаңыздар болады. Ыстық күні қонақ күткен кезде осылай компоттарыңызды ашып, балаларыңызға да ешқандай магазиннен су алып берудің қажеті жоқ. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ішінде ешқандай артық зиянды заттары жоқ, табиғи осындай таза сусын болып шығады. Сіздермен болған арайлым.